Жаңа жылда әрбір адам бір жасқа өсіп отырады. Мүшел жас қазақ халқының адам жасын есептеу үлгісі болғаннан кейін 13 жасты алғашқы мүшелі дейді. Одан кейін 12 жыл қайталанған сайын есептеліп отырады. 25 жас 2 мүшел, 37 жас 3 мүшел, 49 жас 4 мүшел болып кете береді. Мүшел жас сонау дәстүрі қоғам мүшесінің қоғамдағы орны мен мәртебесін де белгілеуді білдіреді. Бұл жасында әр адам сақтанып жүреді. Алыс ауыр сапарларға шықпайды. Ауа райының қолайсыз кезеңдерінде абайлап жүреді. Қазақтардың мұндай сақтануы негізсіз емес. Өйткені адам ағзасында әр 12 жылда үлкен өзгерістер болып тұрады. Әрбір мүшелдің маңыздылығы қандай? 13 жас кейбір нәзік балалар үшін қауіпті. Өйткені баланың бойындағы өзгеріс кезеңі жайымен өтсе қауіп жоқ. Ал күрт өзгерсе кейбір балалар жүрек жүйке ауруларына ұшырауы мүмкін деседі. 25 жас жігіттіктің алғашқы сатысы. Ол кезде ер жігіт босанып, дене құрылысы өсіп, жетіліп, күші тасып тұрады. Бұл мүшелде де садақа беріп, келесі мүшелге дейін аман есен болайын деп ниет етеді. 37 жас адам өміріндегі ең басты мүшел. Бұл мүшелде адам жігітшіліктен мосқалдау кезеңге өтіп, ақыл тоқтатып, дүниеге қызғана да, қызыға да қарайды. 49 жас бұл адамның даналыққа аяқ басатын кезеңі. Бұл мүшелде кейбіреуі немере сүйсе де, кәрілікке мойын бұрмай, маған кәрілік келмесе екен, әлі де болса қартаймай, ойнап күліп қалайыншы дейтін кезі. 61 жас адамның даналығы артып, өзінен туған балаға да сын көзбен қарап, басқан ізін аңдып, жаман жақсысын ажыратып, өзі де тәрбиеге келетін кезеңі. 73 жас бұл кәріліктің мойынға мініп, аяғын тұсап отырса тұруы, тұрса отыруы мұң, жатса ұйқы жоқ, адамның діңкесі құрып, айхай жас кезім-ай деп, көкірегі қарс айырыла күрсініп, дөңбекшік барып ұйықтайтын кез. 85 жас бұл мүшелде адамның айдайбасы қатып, өзінен кейінгілермен бала құсап ұрсып, жеген тамағын жеген жоқпын деп өкпелегіш болатын кез. Сол үшін де ел арасында күлсең кәріге күл, бұл жасқа жеткенде бар, жетпегенде бар деседі. Қазақ халқы жасты мүшелмен санаған. Бірақ алғашқы мүшел 13 жаста басталады. Себебі адамның ана құрсағында жатқан 9 айы 1 жыл болып есептеледі. Бірінші мүшелге қатысты әдет ғұрыптар бар. Оны 13 жасқа толған балаларды қауіп-қатерден сақтау үшін жасаған. Мүшелден мүшелге өту аралығындағы жаста адамға қауіп-қатер жуық болады деп есептеледі. Себебі тән мен жанның өзгеріске ұшырайтын тоқырау кезі, белесі болады деген сенім бар. Ал адам өміріндегі ең басты әрі қауіпті мүшел 37 жас саналады. Мүшел жастан аман есен өткен адам садақа беріп, жеті нан үлестіреді.